Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Көркем еңбек пәні сабақтың тақырыбы пластикалық пішіндер өнері, мүсін өнері. Оқу мақсаттары: қоршаған ортаның ассоциативті мағынасы мен визуалды сипаттамасын зерделеу және анықтау, яғни композиция, түс, пішін, фактура, тепе-теңдік. Өз идеялар мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін қолдану. Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің және өзгелердің, яғни суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер жұмыстарындағы қолданылған әдіс тәсілдерді, техникасын сипаттау. Сабақтың мақсаттары: оқушылардың барлығы мынаны орындай алады. Оқулықта берілген және қосымша тапсырмаларды орындайды, сұраққа жауап береді, өз бетінше жұмыс жасайды, қосымша үлестірме ресурстармен жұмыс жасайды, оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмаларды орындайды, тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады. Мүсіндеу көркем өнердің бір түрі. Мүсін өнері латынша кесу, шабу, жону деген мағынаны білдіреді. Мүсіндеудің сызба және кескіндемеден айырмашылығы барлық көлемін, пішінін анық көрсетеді. Мүсіндеудің негізгі объектісі адам. Мүсін өнері ежелден келе жатқан көне өнердің бір түрі болып табылады. Мүсіндеудің түрлері: монументті мүсіндеу және рельеф. Монументті мүсіндеуде оның барлық жағынан қарауға болады. Рельефті мүсіндеуде жазықтық бетінде орындалады. Мүсіншінің аспаптары: қондырғы, кескіш, стектер, мастихан, балға, ілмек, мүсін циркулі. Мүсіншінің материалдары: балшық, балауыз, гипс, өңдеуге икемді иілгіш материалдар, көлеміне қарай қосылып отырады. Тас, ағаш, өңдеуге қиын материалдар, көлемі алынып отырады. Яғни тастан қашайды, ағаштан ояды, металдан құяды. Мүсіннің пішініне қарай түрлері: біріншісі контррельеф, тереңдетілген, үңілген бедер. Екіншісі барельеф, өз көлемінің жартысынан кем шығыңқы төмен бедер. Үшіншісі горельеф, өз көлемінің жартысынан артық шығыңқы биік бедер. Төртіншісі дөңгелек, еркін кеңістіктегі мүсінді жан-жағынан тамашалауға болады. Мүсіннің қолдануына қарай түрлері: қондырғылы, монументтік, шағын көлемді. Бүгінгі сабақтың тапсырмасы мүсіннің барельеф түрін ермексаздан жасау. Мүсіннің жасау жолдары бейнежазбада көрсетілген.
Үйге тапсырма Қазақстан мүсіншілерінің туындылары туралы презентация жасау. Назарларыңызға рахмет!